Құтты болсын күзгі бал салтанаты, талмас екен қатысушы қанаттары. Естелік болып қалсын бүгінгі күн, құтты болсын тағы да салтанаты. Алып келдім сәлемін сыныбымның, қатысуға сайысқа мен әзірмін. Қарақат атым болады сұрасаңыз, Қоңырат екен кешегі бір атамыз. Әкем аты Бағдәулет, асқар тауым, пана болып бізге жүр жасаңыз. Анашым Гүлзада жолдаспаймыз. Жүзінен төгілетін күннен атыңа кір-келтірмей кетсем сені, ойнымнан түсетін кеңдерсің. Ұстазым Гүлнар апай аяулады, біздерден бар білгенін аямаған. Осындай ұстаздардың арқасында көпшіліктің көп айтып өз жайымның исқарым, одан да өнерімнен таңғалырайым. Кішіге үлгі, үлкенге өнеге бол, күзгі бал төрінде Наралған сенің ұрпағың, әлемнің жарық сәулесі шұғыласындай сәскенің, құшағыңда құлпырып достар менен бірге өскенмін. Ойыншы А сыныптың 8 қырлы бір сырлы, ағымен көздің қарасы, сыныптың жігіт сұлтаны, қорғап келген намысын, өнерге қарсы аттанған дін Мұхаммед мен боламын. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Қарақат. Бүгін біз сіздермен бірге жарқын тамақ жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ет, картоп, сәбіз және пияз қажет болады. Құрамын өз қалаларыңызша өзгертуге болады, және де ең маңыздысы қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз. Видеоны соңына дейін ұяласың, ұнайсың маған соныңмен, саған деген теңеуім менің таусылмас біз сырлас жандар болып өтейік бес күндік өмірде. Көңілің кең диапазондай фортепианоның үнін көрген дауысындай көне қара домбыраның, тәнің күнге күйген бояуындай қоңыр гитараның, 140 аспабым қырық китабағым, 140 аспабым қырық китабағым. Гитараның ішегіндей желін таққан бел, қою қара жайылған сүмбіл шақтандай, домбыраның мойынындай жеңіш келегім, мойыныңнан ескен кәлі шашқан бел. Көңілің кең диапазондай фортепианоның үнін көрген дауысындай көне қара домбыраның, тәнің күнге күйген бояуындай қоңыр гитараның, 140 аспап мың қырық китабағым, 140 аспап мың қырық китабағым. Көңілің кең диапазондай фортепианоның үнін көрген дауысындай көне қара домбыраның, тәнің күнге күйген бояуындай қоңыр гитараның, 140 аспабым қырық китабағым, 140 аспабым қырық китабағым. Көңілің кең диапазондай фортепианоның үнін көрген дауысындай көне қара домбыраның, тәнің күнге күйген бояуындай қоңыр гитараның, 140 аспап мың қырық китабағым, 140 аспап мың қырық китабағым, 140 аспап мың қырық китабағым. Ұлтану болмай ұлтымның, сақталмауға ұмтылдым, құлы болмаған құлқынның, пейілі қымбат жұртымның, мен қазақтың ұлымын. Шуағын төккен қаламның, шұғыласынан шаралдым, миллиондарға сатылмас, мейірі қымбат анамның, мен
қазақтың ұлымын. Елімде туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат. Әлемнің қисаң барлығын, бәрібір туған жер қымбат. Елімде туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат. Әлемнің күзмен жалғыз қалып қойдым, жоқтайды жоғалтқанын жүректерім. Сап-сары бояулармен салып қойдым, сап-сары сағыныштың суреттерін. Сап-сары бояулармен салып қойдым, сап-сары сағыныштың суреттерін. Бір бақыт бізді көріп жылайды әлі, өткеннің қайғы қалды көшіндегі. Сол қыздың есім бәлі мұңайғаны, сол күздің ештеңесі есімде жоқ. Абай Құнанбаев, ғашықтық құмарлықпен ол екі жол. Ғашықтық құмарлықпен ол екі жол, құмарлық бір нәпсі үшін болады сол. Сенен артық жан жоқ деп ғашық болдым, мен не болсам болайын, сен аман бол. Көңілімнің рахаты сен болған соң, жасырынба нұрыңа жан қуансын. Біреуге жаққан біреуге жақпаушы еді, сүйкімді тірі жанған еткен жансың. Ғашықтық келсе, жеңер бойыңды алып, жүдеттер безек ауру сықылдатып, тұла бой тоңар суыр үміт үзсе, дәмеленсе өртенер күйіп жанып. Абай Құнанбаев, бірінші қара сөз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық, айтыстық, тартыстық. Әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылығы екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайран. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгеліп көре алмайтұғын ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған азғаны өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ. Ғылым бағарға да, ғылым сөзін сөйлесер адамда жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Еріксіз күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, жер тартқызар кісі болмаған соң, ғылым өзі біртез қартайтатұғын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көргенде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім. Қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай харекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпенен керерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар? Не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыр ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын. Не оқысын? Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. 5 номер. Мое увлечение.
Менің қызығушылығым бос уақытымда табиғат арасына саяхаттау. Табиғат – адамзат өмір сүріп жатқан орта. Ортақ үй, ортақ мекен. Адам мен табиғат егіз ұғым. Ағаш жапырағымен, жер топырағымен көрікті дейді халқымыз. Табиғат көркейіп, желегі жасыл тартса, адамның да тынысы кеңейіп, көңілі көтерілері анық. Мәуесі бардың әуесі бар дейді халқымыз. Табиғатқа өз үйіндей қарап, оны аялаған адамның да қоршаған аясы әдемі болмақ. Үйің мен бау-бақшаңа қарай қарағаның сынды тұтас табиғатқа да сондай жанашырлықпен қараған жөн. Адамның тағдыры табиғатқа байланған. Табиғат болмаса, адам өмір сүре алмақ емес. Таза ауасы мен шипалы суы, ну орманы мен асқар тауы, жоқ мекеннің қадірі де аз. Ағашы оталып, суы тартылған табиғаттың адамзат үшін берері де жоқ. Ал берері жоқ табиғатта адам қалай тіршілік кешпек? Судың да сұрауы бар емес пе? Табиғат жаратылысы өзіне тән жыл 12 ай 4 мезгілмен ұштасады. Әр мезгіл өз сұлулығымен таңдай қақтырарлықтай. Мысалы қыс, мамықтай жұмсақ, кіршіксіз таза. Көңілде яппақ қарымен көрікті болса, ал көктемде жылғалардан су ағып, өсімдік атау бүршік атып, ағаштар ақ гүлдің моншақ тағынады. Төрт түлікті түлдек тіршілікке жан бітеді. Айналасын жасыл кілемге төсеп, дала біткенді суға жүгіртіп, қарынын үзілген жеміске тойдырған жазда бар. Ал мен үшін орны бөлек, жаныма жақын күз мезгілі. Я, көне шаһар төрінің өзімнің басқа маусымдарға ұқсамайтын келбеті мен күзі келіп жетті. Сары жапырақ, қоңыр, салқын ауа райы, жабырқаулы көңіл күй. Қара суық жерге күзге тән қасиет. Табиғат адамзаттың анасы. Дүниеге есігін ашқан сәбиге бар ризығымен несібесін тосатын анасында табиғатта буыны қатаймаған адам баласына бар болмысын беріп, береке сыйлайды, ырысымен бөліседі.